Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракат. Құрметті жақсылар, бүгінгі біздің тақырып Windows 10 жүйесіндегі тестовый режим жазуын қалай алып тастау қажет. Сол туралы толық ақпарат бере кетейін. Ол жазу неден пайда болады, соған тоқталсақ. Біріншіден, біз Windows 10 бағдарламасын орнатқаннан кейін бізде интернетте жаңғыртулар, интерфейсті жаңартулар жіберіледі өздігінен. Сол жаңартулар орнатылғаннан кейін барып пайда болады көбінесе. Және де драйверлерді, неофициальный драйверлерді жаңағыдай орнатқан кезде пайда болады. Көбінде жаңағыдай обновление жасалынады ғой, жаңа жаңғыртулар, интерфейстерді жаңартулар енгізілгеннен кейін обновление деп жазылып тұрған жердегідей. Содан кейін пайда болады бұл жазу. Оны қалай жоқ қылу керек, қалай алып тастаймыз, сол туралы толық тоқталып кетсек, Windows PowerShell Administrator деген батырма бар, пусктың оң жағын бассақ шығады. Осыны басып енгізуіміз қажет. Бір-екі команда бар, сол командаларды жаңағы жазуларды енгізуіміз қажет. Сол орнату барысында обновление, жаңа бағдарлама орнату барысында осындай қиындықтар туындайды. Ол жағдайды шешу үшін бізге осы терезені ашып, мұнда енгізуіміз қажет. Қажетті команданы жазуымыз керек. BCD edit.exe testssigning off. BCD edit.exe пробелді басамыз, сызықша set, сосын пробел тағы да testing off деп жазуымыз қажет. Және enter батырмасын басуымыз қажет болады. Enter батырмасын басқаннан кейін барып, бізде мынадай терезе пайда болады осындай. Осы терезе шыққаннан кейін біз өз ноутбугымызды немесе компьютерімізді сөндіріп қайта қосуымыз қажет болады. Нәтижесін қосылғаннан кейін көретін боламыз. Қараңыздар. Қайта сөндіріп қосу батырмасын басамыз. Жаңа байқасаңыздар, оң жақта тестовый режим деген жазу бар. Бізде тұрған еді, міне қарасаңыздар, енді міне тестовый режим жазуы алынып тасталды. Назарларыңызға рахмет. Ақпарат пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен Нұрсұлтан сервис. Міне осындай бағдарлама арқылы тестовый режим жазуын алып тастауға болады. Видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліңіздер. Сіздермен Нұрсұлтан сервис.